Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шұбаттың пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, оған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Түйе сүті емдік қасиеті жағынан аса жоғары бағаланады. Себебі түйе сүтінің құрамында май, ақуыз, минералдық заттар өте көп. Мамандар шұбатта ақуыздың бірнеше түрі, альбумин, казеин және құрамында азоты бар қосылыстар мен аминқышқылдар кездеседі дейді. Түйе сүтінің емдік қасиеті мол болғандықтан, халық емшілері жануар сүтіне шомылдырып, қан тамыр, жел құз ауруларын емдеген. Ағзаны жасарту мақсатында ішкен. Шұбаттың құрамында кальций, мыс, темір, магнезий, мырыш секілді микроэлементтер бар және фосфор мен күкірт бар. Құрамы осындай макро және микроэлементтерге бай шұбатты қазақтың халқы емінде өкпе, асқазан аурулары, қарқұлақ, мешел ауруларымен қоса созылмалы түрлі дерттерден әлсіреген ағзаны қайта қалпына келтіру үшін қолданған. Түйе сүтін үнемі пайдаланғанда ішкі мүшелердің қызметін реттеп, адамды семіртеді. Қазақ емшілері түйе сүтін науқастарды емдеуге қолданады. Жасы ұлғайған қарттарға, ауру салдарынан дене қуаты төмендеген науқастарға бір мезгіл шұбат ішкізеді. Шұбатты ішкен соң адам денесі балбырап терлейді, ұйқысы жақсарады, сергиді, біртіндеп семіреді. Шұбатқа қоса бағлан еті мен сорпалану да жақсы әсер етеді. Шұбат қазақтың дәстүрлі сусыны. Түйе сүтінен жасалған. Қымызбен салыстырғанда оның майлылығы жоғары. Бұл дайындалғаннан кейін 5 күн ішінде жарамсыз болып қалатын, тез бұзылатын өнім. Сақтау мерзімін ұзарту мүмкін болмағандықтан, шұбат іс жүзінде экспортқа шығарылмайды. Шұбатта сиыр сүтіне қарағанда С, Д дәрумендері 3 есе көп деген пікір бар. Әсіресе жүкті әйелдерге өте көп пайдасы мол. Қан қысымы төмендеп кететін жүкті әйелдерге пайдасы өте мол. Шаршағанды басып, қанның қысымын көтеріп, қалпына келтіреді. Шұбат біртекті сүтті ақ көбік түзетін сұйықтық. Сусынды созылмалы гепатит, гастрит, тері аурулары, қант диабеті бар адамдардың диетасында қосу ұсынылады. Сондай-ақ түйе сүтінен жасалған өнімдердің қартаюға қарсы қасиеттері таяу шығыстағы әйелдерге де белгілі. Олар бұл өнімді беттің нәзік терісін шөл далада жарылып кетуден және жарқын күн сәулесінің әсерінен қорғау үшін пайдаланады. Шұбат Қазақстанның дәстүрлі ашытылған сүт сусыны. Түйе сүтінен жасалған сусынның пайдасы жануардың және ерекшеліктеріне, азықтандыру жағдайларына және тұқымына байланысты. Сиыр мен түйе сүтінің химиялық құрамы ұқсас, дегенмен ыстық климатта түйенің сүт өнімділігі сиырға қарағанда әлдеқайда жоғары. Түйе сүті қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауруы бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы, көптеген аурулардың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөппен қоректенеді. Жалпы әр жерде шөп әртүрлі, десе де олардың барлығының пайдалы екені сөзсіз. Шұбат адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Түйе сүті созылмалы өкпе құрты, бауыр мен сары ауру, өт жолының қабынуын емдеуде таптырмас дәрі. Құрамында А1, В1, Д, Е, С дәрумендері бар. Түйе сүтінің инфаркті мен инсультінің алдын алуда маңызы зор. Қазір қалада қаназдық ауруына шалдығып, көп салмақ жоғалтқан азаматтар жетерлік. Мұның түп төркіні жастарымыздың тынымсыз еңбектенуіне байланысты. Міне осындайда көбісі шұбат ішіп, дене бітімін қалпына келтіріп жатады. Шұбаттың сондай-ақ қаназдыққа да пайдасы бар екені белгілі. Достар, осымен шұбаттың пайдасы туралы ақпаратымыз аяқталды. Егер видеоны толығымен қараған болсаңыздар, маған лайк басып, пікір қалдырып және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай тағы да керемет пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Және менің каналымда түрлі рецептілердің оңай әрі дәмді жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.